Заучтардың өзін айтамын да, сіздің жауабыңызға сабақ уақытында хат жазбаған мұғалімге қуаныңыз деймін да, өйткені ол сабағымен әлек та. Сондықтан неге алмайсың деп қоқан лоқы көрсететін ата ана, ол кешкі уақытта үйіне жетіп алды ма екен, содан кейін яғни иттің үрілі аяқтың дүбірі басылды ма екен, бәрі дұрыс па екен, көңіл күй деп содан кейін ал бізде негізі керісінше кейбір мәселелерді алып фотоға түсіріп елдің бәрін ата ананы даурықтырады да. Өйткені мынандай эксперименттер де бар ғой, мысалы екі әйел баласы төбелесіп қалады да, барып екі әйел ұрысып жатқан кезде екі бала ар жағында ойнап жүрген оқиғаны көріп қалады да. Бала бұл өзі сондай да, жығылады, қайтадан тұрады, бұл сондай. Ал тек ата аналар сол проблеманы үлкейтіп алды да. Проблема деп те қарауға болмайтын еді, бірақ бағасына үлкейтіп жіберді. Сондықтан мен сынып жетекшілерге мынандай ұсыныс беремін да, чатқа былайша айтқан кезде ереже бекіткен абзал да. Бұл чат ешқандай сауда салынбайтын, видео салынбайтын деген сияқты. Сыныптың мәселесі бір жағдай болған кезде осы сағат уақыттарында маған жекеге WhatsApp-пен жазыңыз әрдайым деген секілді. Және осы сыныптың ішіндегі мәселе ғана талқыланады бұл жерде деген секілді чатқа ереже бекітіп ата аналардан уәдесін алған абзал.